Батыр батыр дейді, бірақ біз батыр емеспіз. Елдің өздеріңіз сияқты елдің арасында жүрген, ауылдың қара суын ішіп, есекке мініп, топыраққа аунап өскен, қарамнан жеп өткен ауылдың баласымыз. Қадірлі біздің Кенесарының батырларының бірі Бұқарбай батырды халық жиналып үйіне барып, ел ағасы болған кезінде «Ау батыр еке» дейді екен. Бұрынғы өткен Кенесарымен бірге жүрген кездеріңіздегі батырлықтарыңыздан айта отырыңыздар дейтін көрінеді. Сонда «Ой тайыры, қайдағы батырлық» дейді екен жаңа батыр. «Ау сізді батыр дейміз ғой» дейді. Сонда айтқан екен, «Жаның үшін соғысасың» дейді. «Қолыңда шотаң мен сойылың болғаннан кейін кім бірінші сілтейді, сол алады ғой» дейді екен жаңа кісі. «Ау сізді батыр дейміз ғой» дейді тағы халық. Батырлығыңыздан айта отырыңыз. «Ой тайыры, қайдағы батырлық? Батыр керейт меңілі ғой» дейді екен. Халық қайтадан қолқа салып, «Ау, керейт меңілі, ол қалайша батыр болады? Ол сіздің ат қосшыңыз емес па? Қосшыңыз емес па? Оның бір жауға шапқанын естігеміз жоқ. Жау алысын естігеміз жоқ. Ол қалайша батыр болады?» деп халық қолқа салса, ана кісі айтты дейді. «Кекілік тауының қырғыны болды. Жау жан-жағымыздан қоршады» дейді. 3 күн аттың үстінде жүріп соғыстық деген екен. Сонда не тамақ ішпесе, не су ішпесе, не ұйықтамаса, бағанағы аттың мойны қатып қалады екен ғой. Аттың 4 аяғы талмайды, желіп шығып отырады. Қырғын соғыс болып жатыр, мойны қатып қалады екен, бұрылмайды екен. Қатқызып, аттың мойнын атан билен, Құдайдың басқасылған күнін қара деп жаңағы қырғынның арасында жүрміз дейді. Содан жаудың тың күштері келіп жатыр дейді. Бір кезде артымыздан ұрып келе жатыр, жігіттердің бәрі түсіп жатыр дейді. Сонда мен де жанымда шүберекке түйіп, «Я Алла, ел үшін, жер үшін, отан үшін атқа қонып едік. Енді аманатыңды осы аттың үстіне береміз ғой» деп жанды шүберекке түйіп келе жатқан кезімде бағанағы тауды қопара-мопара керейт меңіле түсті дейді қосшысы. Астында бір тың аты бар екен, алдыма кеп орағытып тоқтап, «Ау батыр еке, мынаған мініңіз» деп айтты дейді. «Жан деген тәтті болады екен шырақтарым, аттың үстінен қарғып атқа міндім ғой» деген екен. Артыма қарап, «Ау керейт сен де мін» деген кезде, «Жоқ батыр еке, сіз өлсеңіз туғылайды, біз өлсек қатын бала бір жылайды» деп аттың сауырынан қамшымен салып-салып, өзі жауда қалып, бағанағы Бұқарбай батырды жаудың қолынан шығарып жіберген екен. «Ей тайыры, сол да батырлық па? Мен үшін жауда қалды ғой. Артыма қарап тастап кете бардым. Міне батыр сол» деген екен. Көрдіңіз ба? Сондықтан елдің алдында жүрсек, біз батыр емеспіз. Осында отырған небір қазақтың қара көз батырлары жетеді. Сондықтан елімізде батырлар көп болсын дегім келеді.